Қайырлы күн, біздің зертханамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің зертханалық тақырыбымыз ол хош иісті сабын жасау. Қолғабымызды киіп алып, сабағымызға кірісейік. Біз міне осындай хош иісті сабындар өз қолымызбен жасаймыз. Бізге керекті құрал жабдықтармен таныстырып өтейін. Ол сабын негізі және силикон қалыптар, этил спирті, хош иісті су және де түрлі түсті бояғыштар, шыны ыдыс-аяқ және де осыны ерітетін бізге микротолқынды пеш керек болады. Ал енді шыны ыдыстарымызды алып, соның ішіне сабын негіздерімізді салып шығайық. Ал енді шынымызға салған сабын негізімізді микротолқынды пешке салып, 30 секундқа ертіп алайық. Қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Дайын болған ерітіндімізді шығарайық. Ал енді дайын болған сабын негізімізді араластырып шығайық. Енді оларға түс беру үшін біз түрлі түсті бояғыштарымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сабындарымыздың иісі әдемі болып шығу үшін хош иісті суы қосып шығып, араластырып шығамыз. Ал енді осыларды құймастан бұрын силикон қалыптарымызға этил спиртін сеуіп шығамыз. Ол бізге дайын сабындарымыз солмай және тез шығу үшін көмектеседі. Ал енді дайын болған сұйықтықтарымызды ақырындап силикон қалыптарымызға құйып шығамыз. Аю мүсінді шығатын қалыпқа да сабын ерітіндісін құямыз. Бетінде көпіршіктер болмас үшін этил спиртін сеуіп шығу керек. Сонда көпіршіктері болмайды. Сабынымыз 1 сағаттың ішінде қатады. Ал енді тексеріп көрейік, қатты ма, қатқан жоқ па. Сабынның қандай екенін өз қолдарымен ұстап көрсеңдер болады. Бір сағаттай уақытымыз өтті, біздің сабындарымыз қатып, оны енді силикон қалыптарымыздан ақырындап шығарып көрейік. Аю мүсінді осындай әдемі жүрек тәріздес сабындарымыз дайын болып шықты. Сабынның неше түрлі мүсінін жасап шығарса болады. Біз осындай көлік сабынын жасадық. Ал балалар, енді дайын болған осы хош иісті сабындарымызбен барып қолымызды жуып көрейік. Қалай көпіретінін көреміз. Осымен біздің зертханалық жұмысымыз аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.